таң дейміз, құрметті көрермен. Біз ас үйдеміз. Қазір менің жанымда тұрған жанды таныстыра кетейін. Аспаз Гүлнұр Сәрсенбайқызы бүгін бізде қонақта. Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін корн-дог тамағын дайындаймыз. Тіске басар деп те айтсақ болады, өте жеңіл, оңай дайындалады және ең бастысы қолжетімді азық-түліктен дайындалады. Қандай өнімдер қажет, таныстырайық? Бізге ол үшін ең бастысы шұжықтар қажет болады. Жұмыртқа, сүт болса сүт, су, немесе суды қоссақ болады, айырмашылығы жоқ. Қант, тұз, ұн және қопсытқыш. Ұн және қопсытқыш. Құрметті көрермен, қажетті өнімдерді міне атап өттік. Экранға қазір көрсетіп қойдық. Міне жазып алыңыздар міндетті түрде ұялы телефондарыңызға немесе блокнотқа жазып алсаңыздар болады. Біз ендеше дайындауды бастайық. Жақсы. Сіз көрсетсеңіз, міне сізге қажет. Мен ендеше мынау біздің сардельки деп жатамыз, иә, шұжықтарымызға таяқшаларды қыстырып дайындай берейін. Жақсы. Сіз бір жұмыртқа салдыңыз, айтып тұрсаңыз. Бір жұмыртқа. Жақсы. Иә. Бір жұмыртқа. Бір жұмыртқа. Қанша қант айтып отырыңыз? Бір ас қасық қант. Бір ас қасық қант. Тәтті жақсы көретін қауым қантты көбірек қосаңыздар болады. Енді мен түсінбедім, бұл сонда тәтті бола ма, әлде ащы дүние ме? Жоқ, ащы да, тәтті де дүние емес. Балалар нағыз сүйіп жейтін. Екі ортасындағы бір дүние. Екі ортадағы керемет бір тіске басар болады десем. Біз сонда қазір қант пен жұмыртқаны араластырып жатырмыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Бір ас қасық қант және де бір жұмыртқамен араластырдық. Бір жұмыртқамен араластырдық. Енді шым-шым тұз қосамыз. Шым-шым тұз, сәл ғана тұз қоссаңыздар болады. Ал міне мен осындай тағамды меніңше балалармен бірге дайындаған қызығырақ сияқты, иә? Олар осылайынан таяқшаларға тығып, дайындап, жасай берсе болады. Ал сіз ең басты қажетті өнімін дайындайсыз, иә? Келесі ұн салып жатырмын. 4 ас қасық ұн, яғни 4 ас қасық ұн. Таразымен өлшейтін болсаңыздар, бұл 50 грамм шамасында. Шамамен 50 грамм. 50 грамм, иә. Ұнымызды салып біттік. Енді үстінен қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышымыз біздің жарты шай қасық, немесе шай қасықтың 3/1 бөлігіндегі көлем болу керек. Немесе 3/1 бөлігі, иә? Құрметті көрермен, жаңа ғана рецептісін өздеріңізге ұсындық. Экранға көрсеттік, міндетті түрде жазып алыңыздар. Енді құрметті көрермен, жаңа ғана жақсылап араластырып аламыз да. Үстінен сіз маған су дайындап берсеңіз. Міне, су. Су бөлме температурасындағы болуы тиіс. Шамамен 100 грамм. 100 грамм су. Және де құрметті көрермен, айта кетсек, мына жерде біз майды алдын ала қойып қойдық, иә? Табаға құйып, енді өте көп көлемде қыздырып майды құйып дайындап қойдық. Соған қазір салып қуырамыз. Енді айтыңызшы, жалпы Гүлнұр ханым, фудблогерлікті насихаттап жүрсіз, фудблогерсіз, солай айтуға болады ғой, сізді. Немен айналысасыз? Қалай, қандай контент жасайсыз? Не істейсіз? Күніңізді қалай жоспарлайсыз? Негізі, Аллаға шүкір, үйде 4 балам бар. Бала шағама қарап жүріп, үй шаруасымен айналысып, тамақ әзірлегенді жақсы көрем. Өзім солай үйде видео түсіріп, оқырмандарыма ұсынғанды жақсы көрем. Оқырмандарынан кері байланыс болса, шабыт алып, Инстаграмды жүргізіп жүрген жайым бар. Инстаграмда енді шыны керек біз сіздің парақшаңызды алдын ала көрдік, себебі дәл осы корн-догты дайындағаныңыз 200 мың қаралып жинаған екен. Яғни корн-догты көбіне біз көше тағамы ретінде білеміз. Бірақ шыны керек қалай дайындайтынын құпиясын осы күнге дейін мен ешкімнен көрмеппін, шынымды айтсам. Енді құрметті көрермен, сіздер осылай дайындап, әсіресе балаларға бұл қызықты тағам болары сөзсіз. Міне мен барлық шұжықтарға осындай ағаштарды қыстырып дайындап қойдым. Ендеше қуырамыз ба? Ендеше қуырамыз, майымыз қызып тұрса, біз қазір жақында сынайын сізге. Мына нені жаққа қойайын ба? Бере берсеңіз болады, мұнда қоя салыңыз. Негізі бұл америкалық тағам ғой, корн-дог деген, яғни хот-догтың бір түрі ғой негізі. Бұлайша айтқанда сосиски фитесте бар ғой, соның анағылығы. Бірақ бұл жаңағы
шұжық, яғни нанның ішіндегі шұжыққа қарағанда тез дайындалады. Тез дайындалады, осысымен ерекше, әрі өте ыңғайлы, ағашқа қыстырып жеп жүру оңай болады. Құрметті көрермен, енді міне сұйық қамырға батырып аламыз қазір. Біздің шұжықтарымыз дайын, ендеше қалай жасаймыз? Батырып былай ораймыз, батырамыз да, орап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қызып тұрған майда қуырамыз. Ой, қандай дәмді болады деп ойлап тұрмын қазір. Оңай, тез, жылдам дайын бола қояды. Құрметті көрермен, міндетті түрде бірден қуырылып жатыр. Орап осылайынан дайындап тұрмыз қажет. Ендеше мен де біреуін алып батырайын, осылай. Барлығын бір уақытта жасауға болады. Бізде негізі мына ыдысымыз кішкене жалпақтау болып тұр. Міне біз осылай дайындай береміз, тереңде ыдыс болса тіпті жақсы екен, міне орап дайындап тұру керек. Міндетті түрде, құрметті көрермен, біз әрі қарай дайындай береміз, ал дәл қазір назарларыңызға осы Голливуд жұлдыздары жайында қызықты бейне материалымыз бар. Назарыңызға ұсынамыз, сәлден соң қайтар аламыз, ал біз бүгінге арналған корн-догымызды дайындай береміз. Құрметті көрермен, хабарымыздан әрі жалғастырамыз. Міне біз корн-догтарымызды қуырып жатырмыз. Енді бағдарлама басында жаңа ғана айтқан едік, пысық келіндер болса, өзіңіздің жасап жатқан, тағам дайындап жатқан, ас үйде жүрген видеоларыңызды жолдаңыздар деп. Міне бір 6501 деген нөмірден бір келін өзінің қалай жұмыс істеп жатқан жолдаған екен. Қазір назарларыңызға ұсынамыз, экраннан көріңіздер. Ой, керемет, расымен де бір көңіл күйді көтеретін видео екен. Бұған қоса біздің WhatsApp желімізге тағы да бір хат келіпті. 7823 нөмірінен сәлеметсіз бе, өте әдемісіз. Жетіген ауылынан сәлем деп жазып жіберіпті. Сізге де сәлем жолдаймыз, ал біз әрі қарай тағамызды дайындай береміз. Құрметті көрермен, міне біздің корн-догтарымыздың бір бөлігі дайын болды. Енді бұны бір қандай да бір қоспамен жегенді жақсы көретін жандар болса, міндетті түрде өзіңізге арнайы дайындап алсаңыз болады. Немесе айтып жатамыз, біз ірімшіктен жасалған түрлі соустармен жегенді жақсы көретін жандар бар. Енді өзіңіздің талғамыңызға қарай дайындайтын жейтін боласыз. Біз енді мен қазір дәмін көруге дайын тұрмын. Гүлнұр ханым қуырып жатыр. Енді біз кейбір әртүрлі түсті болып дайындалып шығып жатыр. Бұл неден негізі табаның тайыз болғанына байланысты, шашырап кетіп жатыр, Табаныз негізі шұңғылдау болса, сондай жақсы батып тұрады да. Толықтай батып тұрғанда дайындалуға жет. Міне, құрметті көрермен, мұның бәрін ескергеніңіз жөн. Осылай бір шұңғыл табаға майды толтырып құйып алып, осылай қуырсаңыздар болады. Қазанға деп айтсақ болады, Енді оның үстіне қазіргі кезде мысалы өзіңіз жасайтын шығарсыз, бір балалармен пикникке шығып, табиғатқа шығып, осы кезде бір өте ыңғайлы тағам сияқты. Бір тағы да өзіңіздің лайфхактарыңыз жоқ па? Осындай бір тез дайындалатын тағамдарды ауаға, табиғатқа алып кетіп бөлісіп айтып отырсаңыз? Ол менің инстаграм парақшамда мен көптеген рецептілермен, лайфхактармен, оқырмандармен бөлісіп отырамын. Енді өзің үшін бір ең оңай дайындалатын тағамды айтыңызшы. Өзім үшін еш қиындық келтірмейді деп. Еш қиындық келтірмейтін тағам ол тауға шыққан кезде мен өзімнің әдісім бар. Хот-догтарды өзімнің әдісімен дайындап алып шығам. Жұмыртқамен тез дайын бола қалады. Жұмыртқаны? Жұмыртқамен табаға қуырып аламын да, үстіне нандарды қойып, кері аударып, сырды, колбасаларды салып, бутерброд жасайсыз, немесе клаб сэндвич деп айтып клаб сэндвич деп аталады. Түрлі сэндвичтер жасайсыз. Өте оңай, тез дайын бола қалады. Тауға өзіңізбен алып шыққанға. Міндетті түрде, құрметті көрермен, осы Гүлнұр ханымның парақшасына кіріп, осындай бір лайфхактарын қарасаңыздар болады. Енді құрметті көрермен, кейде корн-догтардың пішіні мынадай да болып кетуі мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ, ең бастысы дәмі. Дегенмен арасында енді өте әдемілер де бар. Дәмін көрейік, Сіз енді осымен қуырып болғанымыз болып қалған шығар. Бізді майымыз онша дұрыс қызбай да тұр, мына газға байланысты, және табамыз кішкене ыңғайсыздық келтіріп жатыр. Ой, қандай дәмді, құрметті көрермен.
дәмді шығыпты, ешқандай да қысылмаңыз, өте керемет шыққан екен. Ал енді құрметті көрермен. Ас болсын. Иә, Гүлнұр ханым, сізге үлкен рахметімізді білдіреміз. Қалған енді бағдарлама соңында дайындаймыз. Осы жерде барлығымыз жейтін боламыз бірге. Иә, ендеше қазір тоқтата тұрайық. Ал құрметті көрермен, дәл қазір үлкен рахметімізді айтамыз. Ал енді өздеріңізге ұсынатын ақпараттарымыз жетерлік. Құрметті көрермен, қош сау болыңыздар. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын. Құрметті көрермен, ендеше айта кетейік, бізде бір керемет жағымды материалдар өте көп. Солардың бірі соңғы кезде дамып кеткен резин арт деп аталатын өнер туындысының бір түрі. Соны назарларыңызға ұсынсақ.